Осман империясы 6 ғасыр өмір сүрген, дүниенің 3 бөлігінде орналасқан, бүкіл Европа елдерін шулатқан алып империя. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Қазыбек. Бүгінгі видеода сіздерге Осман империясы жайлы айтып беремін. Қазақ тілді контентті қолдау үшін бұл видеоға лайк басып, видеоның астындағы подписаться немесе тіркелу түймесін басып, менің каналыма тіркеліңіздер. Ал бастайық. Мемлекетті 1299 жылы Кіші Азияның батысында Осман Гази құрды. Ең басында билік болып құрылса, одан кейін сұлтанатқа айналды. Аз уақыттан кейін империяға айналды. Ал ең соңында қасиетті қалаларды алғасын халифат болып есептелді. Османлы әулетінің билігі 623 жылға созылды. Яғни 1299 жылы 27 шілдеден бастап 1922 жылдың 2 қарашасына дейін. Бірінші дүниежүзілік соғыста Осман империясы жеңіліске ұшырағаннан кейін Лозанна келісіміне қол қойып, нәтижесінде монархия жойылып, Түрік республикасы құрылды. Тарихта бүкіл әлемде бір мемлекетті бір әулет басынан аяғына дейін басқарған екі мемлекет болды. Біріншісі Жапон мемлекеті болса, екіншісі Осман империясы болды. Осман империясы бастамасын Селжұқ империясынан алады. 10-11 ғасырда Қазақстанның қазіргі Қызылорда, Түркістан, Маңғыстау облыстары және Өзбекстан жерлерін мекендеген түркі тілдес Оғыз халқы болған. Олар Қыпшақ және Қарахан сияқты басқа түркі тілдес халықтармен шекаралас болған. Сонымен 10 ғасырдың аяғында Оғыздар Қарахан хандығымен соғыста жеңіліс тауып, өз жерлерін тастап, оңтүстікке қарай көшуге мәжбүр болады. Оғыздың Селжұқ есімді басшысы Мәуереннахр жерлерін басып алып, Селжұқ сұлтандығын құрды. Жай ғана Мәуереннахрмен бітпей, Селжұқ империясы Фарсы жерлерінде жаулай бастайды. Ақыр соңында Селжұқтар Армения, Сирия, Ирак, Византия, Грузия, Әзербайжанды жаулап алып, үлкен империя құрды. Бірақ империя көп ұзамай көптеген бейлік және сұлтанаттарға бөлініп кетті. Сондай бейліктердің бірін Эртоғрулдың ұлы Осман басқарған. Осман өзінің қасында болған басқа түркі тектес биліктерді жаулай бастап, Анадолының солтүстік басына жылжи бастады. 1324 жылы Османның ұлы Орхан Бурса қаласын жаулап алып, Осман мемлекетінің жаңа астанасы етті. Бурсаның құлауы Византияның солтүстік батыс Анатолияны бақылауынан айырылуын білдірді. 1352 жылы Османлылар Дарданелл бұғазынан өтіп, тұңғыш рет стратегиялық маңызды Цимпу бекінісін басып алып, Европалық топыраққа табан тіреді. Христиандық мемлекеттер түріктерді Европадан шығару үшін бірігу сәтін өткізіп алды. Және бірнеше онжылдықтардан кейін Византияның өзіндегі азаматтық қақтығыстар мен болгар патшалығының бытыраңқылық жағдайын пайдаланып, Осман түріктері күшейіп, Европада қоныстана бастады. 1387 жылғы қоршаудан кейін түріктер Константинопольден кейінгі империяның ең үлкен қаласы Салониканы басып алды. 1396 жылы Никополь шайқасы әділетті түрде орта ғасырлардың соңғы ірі крест жорығы болып саналады. Ол Осман түріктерінің Европадағы шексіз шабуылын тоқтата алмады. Балқан түбегінде Осман иеліктерінің кеңеюімен түріктердің ең басты мақсаты Константинопольді алу болды. Осман империясы қаланы қоршап тұрған бұрынғы Византияның барлық жерлерін жүздеген шақырымға басқарды. 15 ғасырдың басында Мәуереннахр билеушісі Ақсақ Әмір Темір Анадолуға басып кірді. Ол Осман сұлтаны Баязитке Алтын Орда ханы Тоқтамысқа Темірланға қарсы соғысында көмек берген үшін соғыс жариялады. 1402 жылы Ангорада Ақсақ Темір шайқаста Осман сұлтаны Баязитті жеңіп, оны тұтқындады. Түрік сұлтанын тұтқындау Осман әскерінің күйреуіне әкелді. 1402-1413 жылдар арасында Осман империясында таққа талас басталды. Сөйтіп таққа талас нәтижесінде Мұрат сұлтан жеңді. Мұрат сұлтаннан кейін таққа өзінің ұлы Мехмет сұлтан отырды. Екінші Мұраттың ұлы Мехмет түрік мемлекеті мен әскерін өзгертті. Ұзақ дайындықпен 2 айлық қоршаудан түріктердің сан жағынан басымдықтары мен қала тұрғындарының қыңыр қарсылығынан кейін 1453 жылы 29 мамырда Мехмет сұлтан Византияның астанасы Константинопольді басып алды. Қаланы алғасын Мехмет сұлтанға Фатих, яғни жаулап алушы есімі берілді. Қазіргі күні Стамбулда бұрын Константинополь болған жерлер Фатих ауданы деп аталады. 1453 жылы Византия астанасы Константинопольді алғаннан кейін Осман мемлекеті империяға айналды. Айтпақшы, Мехмет сұлтан жаңадан таққа отырған сұлтандар
өзінің туған бауырларын өлтіру керек деген заңын шығарып кеткен болатын. Ол мемлекетте ешқандай таққа талас дағдарыс болмас үшін шығарылған заң болатын. 16-17 ғасырларда Осман империясы ең жоғарғы ықпал ету шегіне жетті. Қасиетті Рим империясының оңтүстік шекараларынан, Венаның, Венгрия корольдігінің және солтүстіктегі Речь Посполитая шеттерінен созылып жатқан көп ұлтты, көп тілді мемлекет. Оңтүстігінде Йемен мен Эритреяға, батысында Алжирден, шығысында Каспий теңізіне дейін созылған үлкен империя болған. Осы кезеңде империя әлемдегі ең қуатты елдердің бірі болды. Селим Сұлтан 1514 жылы Халдыран шайқасында Сафевилерді жеңіп, шығысында және оңтүстігінде Осман империясының аумағын едәуір ұлғайтты. Явuz Сұлтан Селим мәмлүктерді жеңгесін олардың басқаруында болған киелі Мекке, Медине және Иерусалим қалаларын алып, империяны халифатқа айналдырды. 1520 жылы Селим Сұлтан қаза тапқасын, оның орнына жалғыз ұлы Сүлейман отырады. Ол Осман империясының ең мықты сұлтаны болған адам. Оның өмірін сериалдардан көрген боларсыздар. 1521 жылы Сүлейман Сұлтан Белградты басып алып, Осман-Венгрия соғысы кезінде оңтүстік және орталық Венгрияны қосып алды. 1526 жылғы Мохач шайқасынан кейін ол бүкіл Венгрияны қосып алды. Шығыста түріктер 1535 жылы Месопотамияны бақылауға алып, Парсы шығананы қол жеткізіп, Бағдат қаласын алды. Сонымен қатар Османлы флоты Жерорта теңізінің едәуір бөлігін басқарды. Осы уақытқа дейін Осман империясы мемлекеттің саяси және әскери ұйымында үлкен жетістіктерге жетті. Сүлейманның өмірінің соңына қарай Осман империясының халқы өте көп болды, және халық саны 15 миллионға жетті. Сүлейман өлімінен кейін таққа оның ұлы екінші Селим отырды. Ол тақта 8 жыл отырып, Кипрді жаулап алып, Осман империясына қосты. Халықта оны Сары Селим немесе Мас Селим деп атаған екен. Өкінішке орай Сүлейманнан кейін империяда мықты сұлтандар болған жоқ. Өткен ғасырда әскері мықты болған мемлекет бюрократиялық құрылымдар, коррупция және еріксіз сұлтандар кесірінен әлсірей бастады. Түрік әскері біртіндеп еуропалықтардан артта қала бастады. Бірақ Осман империясы бұл қиындықтарға қарамастан 1683 жылы Венада болған шайқаста жеңіліске ұшырағанға дейін негізгі экспансионистік күш болып қала берді. Бұл түріктердің Еуропадағы алға жылжуын аяқтады. Вена шайқасы 1683 жылы 12 қыркүйекте Австрияның астанасы Венаны Осман империя әскерінің 2 айлық қоршауынан кейін өтті. Бұл шайқаста христиандықтардың жеңісі Осман империясының Еуропа жерінде жаулап алу соғыстарын мәңгілікке тоқтатты. Ал Австрия ондаған жылдар бойына орталық Еуропадағы ең қуатты державаға айналды. Осы шайқастан кейін келесі 3 ғасыр Осман түріктері Австрия мен Балқан түбегі үшін қырғын соғыс жүргізеді. Сөйтіп Австрия Осман империясын әлсіреу дәуіріне әкелді. Бірақ жалғыз Австрия емес, Балқан түбегіне қызығушылық танытқан басқа да бір үлкен империя болды. Ресей империясы. Түріктер мен орыстар бір-бірімен ең көп соғысқан халық болып есептеледі. Ресей мен Осман империяларының арасында неше рет соғыс болған білесіздер ме? Бұл екі ел арасында 12 соғыс болған. 5 рет түріктер жеңіске жетсе, 7 рет орыстар жеңіске жеткен. Ең бірінші соғыс 1569 жылы Сүлейман Сұлтан дүниеден өткесін, оның ұлы Селим Сұлтан таққа отырған кезде болды. Ол кезде орыс патшасы Иван Грозный алтын ордадан қалып қалған Қазан және Астрахан хандықтарын жаулап алған болатын. Селим Сұлтан Соколу Мехмет паша мен Қасым пашалар әскерінің және Қырым татар ханы Дәулет Керейдің әскерін Каспий теңізіне жіберген болатын. Олар Дон және Еділ өзендерінің арасында канал құрып, Азов теңізінде күтіп тұрған түрік теңіз эскадрильясын Каспий теңізіне жіберіп, одан әрі Астраханды алмақшы болған. Бірақ Қырым татар ханы бұл жерлерде Осман сұлтанының үстемдігін қаламады. Сөйтіп, қолынан келгенше қаланы алуға кедергі жасай бастады. Сөйтіп, қаланы 2 ай қоршаудан кейін ала алмаған османдар әскерін жинап Азов теңізіне қайтқан болатын. Осыдан бастап, орыстар өздеріне Орта Азияға және Азов теңізіне жол ашып, өз үстемдігін орната бастады. Бәлкім сол кезде түріктер орыстарды жеңгенінде Орта Азия елдері Ресей бодандығында ешқашан қалмауды мүмкін беді. Ол туралы не ойлайсыздар? Комментарийға жазып ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сөйтіп орыстар түріктердің Орта Азияға жолын жапса, Орта Азия мұсылмандарының умра және хадж жасауға баратын жолдарын жапты.
Орыстар Балкан түбегінде және Кавказда көптеген жерлерді алды. Көптеген қазіргі славян халықтарына түріктерден егемендік алып берді. Сол славян халықтары егемендігін алғасын орыстарға қосылып, түріктерге қарсы соғыс аша бастады. Сөйтіп қатарынан болған екі Балқан соғыстары басталды. Ол соғыста Болгария, Грекия, Черногория және Сербия қосылып, түріктерге қарсы соғыс ашты. Ал Ресей империясы Балқан елдеріне түріктерге қарсы соғыста ақша мен қару-жарақ беріп тұрды. Бірінші Балқан соғысының нәтижесінде Осман империясы Стамбулдан басқа Европадағы бүкіл жерлерінен айырылды. Ал Болгария, Грекия, Черногория және Сербия өз мемлекеттік жерлерін едәуір ұлғайтты. Бірақ соғыстың нәтижесімен 600 мыңдық әскері болған Болгария келіспеді. Сөйтіп басқа Балқан елдеріне соғыс ашып, екінші Балқан соғысын бастады. Бірақ ол соғыста барлық Балқан елдері Болгарияға қарсы қосылып соғысты. Бұл соғыстың нәтижесінде Болгария көп жерлерден айырылды. Ал Осман империясы Европадағы жерлерінің кішкентай бөлігін қайтарып алды. Түріктер Европадағы бүкіл жерлерін жоғалтқасын, Ресейдің көзі Константинопольге түсе бастады. Оның екі себебі болды. Біріншісі, Константинопольді алған мемлекет ұлы империя болып есептелетін. Ал екіншісі, Дарданелл мен Босфор бұғаздарын алу еді. Өйткені бұл бұғаздар Қара теңізіне кіре алатын жалғыз су жолдар болатын. Ал ол түріктердің қол астында болды. Бірақ ол ойлары іске аспады. Осман империясының әлсіреп ыдырауына ең басты себеп болған Австрия, Британия, Франция және Ресей империялары Италиямен қосылып түріктерге қарсы соғысқаны болды. Ресей империясының түріктерге қарсы соғыста басты екі мақсаты болды. Біріншісі, түріктердің астында қалған Балқан түбегіндегі христиан және де орыстарға жақын басқа славян халықтарын босату болса, екінші себебі Қара теңізден жер алу. Ресей солтүстіктегі мемлекет болғасын, оның теңіз порттары тек қана Балтық теңізінде болды. Ал ол теңіз қыста қатып қалып, ешқандай тіршілік жасауға мүмкіндік бермейтін еді. Сондықтан оларға мықты империя болу үшін қыста қатпайтын теңіз жолдары керек еді. Ал ондай жерлер Қара теңізіндегі Осман империясында болды. Ақыр соңында Ресей империясы өз мақсатына жетті. Балқан түбегіндегі барлық христиан халықтарын босатып, түріктерге қарсы соғыстырды. Ал Австрияға Осман империясынан Балқан түбегіндегі жерлер керек еді. Және де сол Балқан түбегіндегі теңіз порттары керек еді. Олар да соңында өз мақсатына жетті. Француздар солтүстік Африкадағы Алжир, Тунис және Кіші Азиядағы Сирия мен Ливанды алды. Ал британдықтар болса, бірінші Мысырдағы Суэц каналы керек деп Мысырды тартып алса, сосын бірінші дүниежүзілік соғыста Ирак, Иерусалим, Иордан және бүкіл араб түбегін алды. Осылайша бұл елдер Осман империясының жерлерін азайтты. Бірақ Осман империясының толық ыдырауына бірінші дүниежүзілік соғыс себеп болды. Ол кезде Осман империясы Европаның ауру адамы деп аталатын. Түріктер ол соғыста Германия мен Австро-Венгрияның жағын қолдап, Ресей, Француз, Британ империялары және ақш-қа қарсы соғысты. Осман империясының бірінші дүниежүзілік соғыста немістер жағын қолдауының себебі Кавказ жерлері, Балқан түбегі және солтүстік Африкадағы жоғалтқан жерлерін қайтару болатын. Бірақ ол соғыста жер қайтармақ түгіл бүкіл жерлерінен айырылып қалды. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Осман империясында тек қана араб елдері қалған болатын. Бұл соғыстар негізінде түріктер үшін қолайлы болды. Өйткені олар Ресей империясын жеңіп, Кавказдағы кейбір жерлерді қайтарып алды. Ал Ресей болса революцияға батып соғыстан шығып кетті. Британдықтар Иерусалимді аламыз деп келді. Бірақ түріктер оларды да жеңді. Осындай жеңістер түріктерде көп болды. Бірақ бұл жеңістерге қарамастан Осман империясының және бірінші дүниежүзілік соғысының тағдырын шешкен бір жағдай болды. Аяқ астынан арабтар революция көтеріп, түріктерді сатып, британдықтарға қосылды. Сөйтіп түріктерге қарсы соғыс ашып, оларды араб түбегінен қудалауды бастады. Ондайды күтпеген түріктер соғыстан шығып жеңілгенін мойындады. Ал арабтардың түріктерді сатып, ағылшындарды қолдаған себебі егемендік болды. Британия империясы арабтарға егемендік береміз деп уәде берген. Бірақ уәдесінде тұрмай, ешқандай егемендік берген жоқ. Кейіннен ол жерлерде мұнай тауып, егемендікті мүлден ұмытсаңдар болады деген. Тек қана Израиль жерін алып, еврейлерге егемендік берді. Бірақ ол басқа видеоның тақырыбы, ол туралы бөлек видео жасармын. Әлі күнге дейін көптеген түріктердің арабтарға жаман қарау себептерінің бірі осы соғыстағы сатқындық болды. Ал біріккен коалиция Осман империясын толық ыдыратып, мемлекет ретінде жер бетінен толық құртпақ болған. Осылайша кезінде дүниенің 3 бөлігінде билеген империя осындай кішкентай жерде қалды. Антанта блогы Арменияға, Грекияға, Франция және Британияға жерлерді бөліп берді. Түрік халқы соғысты сұлтанның кесірінен жеңілдік деп
Мұстафа Кемал Ататүрк бастаған революция бастады. Сұлтан отбасын алып, самолетке отырып, Парижге аттанды. Осылайша 623 жылға созылған 3 континентте билік еткен 36 падишахы болған Осман империясы құлап, Түрік республикасы пайда болды. Қорытындылап айтсақ, Осман империясы діни мемлекет болды. Яғни бірінші орында ұлт емес дін болды. Осман империясы көптеген христиан халықтарын жаулап алды. Бірақ оларды қудаламай, өз жерлерінде өз діні мен тілін сақтап, өмір сүрулеріне мүмкіндік берді. Бірақ осындай мүмкіндік берген үшін христиандар Осман империясына салық төлеп тұруға мәжбүр қалды. Олар салықты ақшамен, малмен, немесе кішкентай ұлдары болса, ұлдарымен төлеуге мәжбүр болатын. Христиан ұлдарын алғасын, олардың аттарын мұсылман атына ауыстырып, ислам дінін қабылдатқызып, діни білім беріп, соғыс тактикаларын үйретіп, қолдарына қару беріп, янычар топтарына кіргізетін. Сөйтіп сол янычарлар өзінің негізгі тегін, атын, дінін ұмытып, Осман империясы үшін өлуге дайын болатын жауынгерге айналатын. Осылайша Осман империясының ең басты әскері янычарлар болатын. Империяда көптеген халықтар өмір сүрді. Соншама көп халық болғасын, бәрі бір-бірімен араласып кетті. Шынында қазіргі Түркияның адамдары әртүрлі. Көбісі Балқан түбегіндегі славян халықтарына ұқсайды. Кейбір кезде көшеде орыс пен түрікті ажырата алмай қаласың. Бірақ Орта Азия халықтарына ұқсайтын түріктерді кездестіруге болады. Олар қазақ, өзбек немесе түркмендерге ұқсайды. Осман империясының ресми тілі Осман түрік тілі болған. Ол баяғы оғыз түркі тіліне фарсы және араб сөздерінен көптеген сөздер енгізілген тіл болды. Өйткені фарсылар мен түріктер Селжұқ империясында бірге тұрды, ал арабтар Осман империясының 40%-ын құрайтын. Бірақ империя құлағасын Ататүрк Осман тілінен көптеген араб сөздерін алып тастап, араб алфавитінен латын алфавитіне көшіріп, қазіргі түрік тілін құрды. Бірақ оған қарамастан түрік тілі Орта Азия түркі тілдерінен өзгеше екені байқалады. Әлі күнге дейін көптеген сөздері араб тілінен келген сөздер. Мысалы, таңертең дегенді саба дейді, тағы дегенді даха дейді, минут дегенді дакика дейді, сәлеметсіз бе дегенді мерхаба дейді, жарайды дегенді тамам дейді. Және сол сияқты сөздер өте көп. Сонымен қатар түрік тілінде Балқан халықтарынан алынған сөздер де бар. Бірақ олар көбінесе тамақ және жер атаулары. Мысалы, апельсинді грек сөзінен алып портакал дейді. Пруссаны бурса дейді. Бірақ бұның бәріне қарамастан, түрік халқы өте жомарт, бауырмал және адамгершілігі мол халық. Орта Азиядан келдім десең, бауырыңдай көреді. Керек көмегіңді беріп, қиындықта қалдырмайды. Осылайша, Осман империясы жайлы видеоның соңына жеттік. Әрине, Осман империясының бүкіл тарихын бір видеода айтып бітіру мүмкін емес. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер. Және де осы видео сіздерге ұнаса, аямай лайк басып, достарыңызға таратыңыздар. Қазақ тілді контент көбейіп тарай берсін. Сіздермен болған мен, Қазыбек, келесі кездескенше.